Енді Рахымжан Отарбаев туралы қазақтың көрнекті жазушысы ғой. Ол туралы осындай естелік айтамын деп ойламаған едік. Бүгін айтуға тура келіп тұр. Бір сапарында сапарлатып бара жатып маған звондаған. Ауыл жақта бір мектепте кездесу бар екен. Маған звондап, мен кездесуге бара алмаймын, кетіп бара жатырмын, орныма сен баршы деп сөйтеді. Сосын айттым, аға, мен не айтамын сіз барғанда, сіздің орныңыз ғой деп едім. Ертең мен өлгенде де естелік айтасыңдар ғой деп ұрысып тастады. Самыл жақ баруға тура келіп, барғанбыз. Сол сөзі менің жүрегімде тұрып қалған. Осы және сол сөз ақыры тағдырымыз айналып, естелік айтып отырмыз. Жалпы Рахымжан Қасымғалиұлы туралы айтатын болсақ, ол кісі қазақ әдебиетінің, ауыз әдебиетінің тұнығынан қанып ішкен тұлға. Ол кісінің әжесі Гүлбағида ағамыз Оралда оқып жүрген кезінде баласын сағынып өлең шумақтарын шығара береді екен. Самаурын салдым қайнарға, Оралдағы байларға, аман болса балам келер екінші туған айларда деген. Сосын астыма мінген атым Торат бекен, Рахымжан Қасымбайға қанат бекен, Құдайдан айналайын бере салған, қолында айбалтасы болат бекен деп сол айта береді екен да. Міне сондай әженің бауырында өскен ағамыз былайша айтқанда қазақтың сөзін мұң құлпыртып, еркін игеріп, әдебиетте жазуда өте үлкен шеберлік көрсетті.